Сәлем достар, жаздың аптап ыстығында салқындаудың жолын іздеп жүрген болсаңыздар, міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Жасалу жолы өте оңай, керемет окрошка тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Бисмилля деп бастаймыз. Бізге қажетті заттар: балғын қияр, суда піскен жұмыртқа, картоп, шұжық және аскөктер. Ең әуелі жуып тазартылған қиярды тура видеодағыдай майдалап, текшелеп, турап дайындаймыз. Достар, толық құрамды видеоның төменіндегі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, жасап көрсеңіздер болады. Туралған қиярды таза ыдысқа салып, суда піскен картопты да майдалап, текшелеп, турап дайындаймыз. Бұл тағамның ерекшелігі, салқындатып ішсеңіздер өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Картопты турап болғаннан соң ыдысымызға салып, келесі суда піскен жұмыртқаны да майдалап, текшелеп, турап дайындаймыз. Достар, егер сіздерде редиска бар болатын болса, редисканы да турап қоссаңыздар болады. Келесі кезекте шұжықты да майдалап, турап, текшелеп қосатын боламыз. Менде вареная колбаса. Егер сіздер шұжықты ұнатпасаңыздар, піскен тауық етін немесе жылқы, қой, сиыр етін де пайдалансаңыздар болады. Барлығын тура видеодағыдай текшелеп, турап, ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте алдын ала жуып дайындап қойған аскөк пен көкпиязды да майдалап, турап, ыдысымызға саламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздермен түрлі пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Барлық заттарды турап болғаннан соң үстінен айран және газдалған салқын су құйып, татымына қарай тұз салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Қалауларыңыз бойынша бұрышта қоссаңыздар болады, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Әлеуметтік желі арқылы достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Ас болсын!